Жүкті кезінде гайморитті емдеу әдісі. Алдымен 200 мл жылы су, бөлме температурасындағы қайнаған су болу керек. Оған фурацилиннің бір таблеткасын езіп салып араластырамыз. Оны шприцпен сорып, мұрынды тазалай береміз. Басты бір жаққа қисайтып, бір мұрынға 100 мл бірден, екінші мұрынға 100 мл бірден тазалаймыз. Содан 2 сағат өткеннен кейін тағы 200 мл жылы су алып, оған жарты қасық тұз, жарты қасық сода қосамыз. Екеуін араластырып, мұрнымызды тазалаймыз. Жаңағыдай бір тесігімізге 100 мл су бірден. Видеоның аяғына дейін көрсеңіз, қақырық қалай шыққанын көрінеді. Екінші мұрнымызға да дәл осылай тазалаймыз, яғни басымызды бір жаққа қисайтып. Әр 2 сағат сайын бірінші фурацилинмен, екінші тұз содамен тазалап, күніне 2 сағат сайын тазалаймыз. Мұрнымызды ашытады, демалуымызда қиындайды, бірақ емі зор. Содан соң синупред таблетканы ішсеңіздер болады.